Ауызашарға жеңіл сорпа дайындағыңыз келсе, осы ірімшік қосылған сорпаны дайындасаңыздар болады. Оңай, сіңімді, дәмді. Алдымен қазанға су құйып, жуылған тауықтың төс етін асамыз. Қайнағаннан кейін көбігін алып, 20 минуттай пісіреміз. Оған дейін пияз бен сәбізді сары майға бөлек табаға 5 минуттай қуырып аламыз. Уақыт өте картоп пен қуырылған сәбіз пиязымызды бірге тауыққа қосамыз да, қақпақ астында тұзын көріп, бұрышын сеуіп, тағы дайын болғанша 15-20 минуттай пісіреміз. Картопымыз пісті дегенде тауықты қазаннан шығарып, майдалап турап, қайта саламыз. Соңында сарымсақтан және балқытылған ірімшіктен қосамыз. Енді дұрыстап араластырамыз. Керемет ірімшік сорпасын шұңғыл тәрелкелерге құямыз. Аз көк қаласаңыз себеміз. Оразаларыңыз қабыл болсын, астарыңыз дәмді